Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Қазіргі таңда бәрімізді алаңдатқан сауал ол онлайн білім беру, қашықтықтан оқыту мәселесі. Сондықтан әрқайсымыз түрлі платформаларға, түрлі сайттарға жүгініп жатырмыз. Өзімізді видеоға түсіріп, ютубқа салып, сондай қиындықты бастан кешіріп жатырмыз. Өзімізді видеоға түсіріп, оны сабақты түсіндіруді түрлі программалар арқылы жасаймыз деп өзімізді шаршатып жатырмыз. Сондықтан мен сіздерге өте оңай бағдарламаны үйретпекшімін. Басқа бағдарламалардың барлығын ноутбугыңыздан, компьютеріңізден өшіріп тастаңыз. Бізге керек ең негізгі программа ол PowerPoint, яғни слайд презентация деген қосымша аттары бар. Слайд презентацияға өзіміздің сабағымызды осылай жазып аламыз, барлығын қысқаша түсініктеме ретінде, әр бетке жеке-жеке. Барлығын жасап болғаннан кейін әр бетке жеке-жеке аудио жасап шығамыз. Олсын вставка деген жерге кіреміз. Бұл жерде звук деген бар, звуктың ішінде записать звук деген бар. Мінекей шықты. Осы жерге әр бетке жеке-жеке аудио жазып шығамыз. Кеттік. Мен сіздерге үлгі көрсетейін. Қызыл түймешені басамыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз Ерлан Жүніс, менің атым тәуелсіздік өлеңі. Окей деген батырманы бастым. Міне менің жазған аудио записым сақталды. Енді тыңдап көрейік осыны. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз Ерлан Жүніс, менің атым тәуелсіздік өлеңі. Міне аудиода артық дыбыстар бар, оны қайтадан жазуға болады, немесе мына жерге кіру арқылы дауысымызға монтаж жасауға болады. Осылай қиып тастай саласыз. Сол секілді түрлі функциялар бар. Сондай-ақ келесі бетке де солай жасаймыз. Ставкаға кіреміз, звукқа кіреміз, записать звукқа кіреміз. Бүгінгі сабақтың мақсаты әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік, қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру. Окей деген батырманы бастық тағы да. Міне, тыңдап көрейік. Бүгінгі сабақтың мақсаты әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік, қоғамдық мәселе. Мінекей, бұны да жоғарғы шетке апарып қояйық. Сөйтіп әр бетке жеке-жеке аудио жасап шығамыз. Барлығын жазып болғаннан кейін өзіміздің түрінше переход жасаймыз ғой мына жерге. Осылай шығады, әлде бұлай шыға ма? Жазуларға анимация жасасақ болады. Ерлан Жүніс деген бұлай шығады. Менің атым тәуелсіздік деген бұлай шығады деген секілді. Барлығын жасап болғаннан кейін файл деген жерге кіреміз. Менің істегендерімді қайталаймыз. Міне жасап болғаннан кейін сохранить как деген жерге барамыз. Бұл жерде біз өзіміздің жаңағы видеомызды сақтауға арналған жерді таңдаймыз. Енді атын жазайық. Ерлан деп жазайын. Мен Ерлан деп жазайын. Және міндетті түрде TIFF файлдың ішіне кіріп Windows Media Video деген файлды таңдаймыз. Яғни осы бір TIFF-ке қоямыз деген сөз. Енді сохранить дегенді басайық. Құрметті достар, төменгі жағына назар аударайық. Қазіргі таңда біздің видеомыз мына жерде сақталып жатыр. Жүктеліп жатыр деген сөз. Осы жүктеліп болғаннан кейін видеомыз толық дайын болады. Сіздерді осы презентацияны жасау барысында қандай сұрақтар туындатты, қандай сұрақтар болды, оның барлығын пікір алаңына қоя беріңіздер. Мен сіздерге қолымнан келгенше барлығына жауап беруге тырысамын. Басқа да сізді қандай программаларда үйренгіңіз келеді, біз ол проблемалардың барлығын шешуге тырысамыз. Бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін деген тәмсілді ұстанған педагог қауым екенімізді осындайда көрсетейік. Видеомыз толық дайын болды. Енді ашып тыңдап көрейік. Қателеспесем, Ерлан деген атпен сақтадым. Міне тұр екен. Көрейік ішіне кіріп. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз Ерлан Жүніс, менің атым тәуелсіздік өлеңі. Бүгінгі сабақтың мақсаты әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік, қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру.
Мінекей құрметті достар, көргендеріңіздей жасау өте оңай. Сіздер де өздеріңіз жасап көрсеңіздер болады. Және бір ескерте кететін жағдай, компьютермен жасайтын қолданушылар, сіздер міндетті түрде микрофон немесе микрофоны бар наушник пайдаланыңыздар, өйткені сіздерге бұл жасау барысында қиындық тудырады міндетті түрде, өйткені сіздің даусыңызды компьютер қабылдамайды. Ал ноутбугі бар қолданушылар ешқандай наушниксіз, ешқандай микрофонсыз осы видеоны жасай берулеріңізге болады. Басқа да сұрақтарыңыз болса, пікір алаңына айттым, жазыңыздар. Келесі кездескенше есен сау болыңыздар.